Баршаңызға сәлем. Ағзаға өте пайдалы, таза кальций, коллаген болып табылатын осы холодецті бірге жасап көрейік. Ешқандай желатин қоспаймын, өзі әдемі болып қататын болады. Ерігіш болмайды, қыздар, кейбіреулері болады, сыртқы температурасы еріп кететін. Дәл осылай менің айтуыммен қайнатсаңыздар, сіздердікі ұзаққа дейін ерімей әдемі болып тұрады. Алдымен аяқтарды тазалап, осылай жуып алатын боламыз. Міндетті түрде тұзбен немесе содамен жуыңыздар. Сол кезде әдемі болады. Егер де холодецтеріңіз майлы болса, бірінші мәрте қайнатып, оның суын төгіп тастап, екінші мәрте қайта қайнатсаңыздар болады. Аяқтарға су құйып жақсылап қайнататын боламыз. 1-2 сағат қайнағаннан кейін барып етті салдым мен. Бұл жерде менікі жылқының еті, ет және де сирақтарды да жылқының немесе сиырдікін таңдасаңыздар болады. 2 сағат қайнағаннан кейін етін салып, етті тағы 3 сағат қайнағаннан кейін жай отта қайнатамыз. 3 сағаттан кейін сәбізін, бұрышын және де лавр жапырағын салатын боласыздар. Егер де ұнатпасаңыздар, лавровый лист қоспасаңыздар да болады, қыздар. Осылай уже 5 сағат қайнағаннан кейін еттері өзімен өзі бөлініп бастайды, бірақ бұл әлі жеткіліксіз, тағы да 2 сағаттай қайнату керек, қыздар. Дәл осылай қайнайды. Негізі қыздар, холодецтің айта берсе пайдасы өте көп. Әсіресе аяқтары қақсайтын адамдар, суық аяғы қақсайтын адамдар міндетті түрде таңғы асқа жеп отыру керек күнделікті. Сол кезде аяқ аурулары, сырқаған, қақсағанның барлығын емдеп жазатын болады. Бұл натуральный дәрі ғой, негізі барынша жасап жеуге тырысыңыздар. Енді пісуіне жарты сағат қалған кезде чеснок қосамыз. Чеснокны негізі пісіп қойғаннан кейін сорпасына араластырсаңыздар да болады. Ал егер де ерте салсаңыздар, чесноктың дәмі дұрыс емес дәм береді холодецке. Дайын болғаннан кейін общий 7 сағат 8 сағат қайнатамыз да, қайнап біткеннен кейін осылай сүзіп аламыз. Міндетті түрде сорпаны бөлек сүзгіштен 2 мәрте өткізіп алу керек. Сол кезде холодецтеріңіздің сорпасы қатқан кезде өте мөлдір, әдемі болып қатады. Еттердің барлығын сүйегінен ажыратып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өзі-ақ ажырап тұр. Осылай ажыратып өзіңізге мясорубкадан өткізіп, немесе мен сияқты просто қолмен үзіп-үзіп тарелкаға салып суытсаңыздар болады, қыздар. Үстесіне сорпасын құйып, қатыруға бөлме температурасына қоясыз, немесе холодильникке қойсаңыздар да болады. Міне менде 2 ғана сирақтан осынша холодец шықты, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте пайдалы, бала-шағаға берсеңіздер тіптен жақсы. Ас болсын, ем болсын, қыздар.